Трипофобия – қаптаған тесік пен кедір-бұдыр зат неге тітіркендіреді? Сәлем достар, менің арнама жазыла кетіңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл сезім менде де бар, яғни мен бұл суреттерді көріп отырғанда денем тітіркенеді, яғни менде трипофобия бар. Трипофобия – құжынаған тесіктерден, кедір-бұдыр заттардан жиіркену. Неден болады? Одан құтылу мүмкін бе? Трипофобия – шоғырланған тесіктерден қорқу. Ондай ұсақ тесік кез келген затта болуы мүмкін. Жуыну жүйкесінде де, араның ұясында да, торлы резеңкеден немесе пластмассадан жасалған бұйымдарда. Термин 2004 жылы қолданысқа енген. Трипофобия ауру емес, дегенмен асқынса ағзаға кері әсері болады. Фобияның бұл түрі аса қауіпті тері ауруын жұқтырып аламын ба деген қорқыныш сезімінен пайда болады. Мұндай адам жиіркенішті жараны, асқынған безеуді, тесіктерді көрген кезде өзін жайсыз сезінеді. Трипофобияның патологиялық 3 түрі бар. Біріншісі, жеңіл түрі тітіркену, яғни жүйкенің сыр беруі, мазасыздану. Екіншісі, орташа түрі. Бұл кезде жүрек айну, тері бөртпелері қышыну және дірілдеу болады. Ал үшіншісі, асқынған түрі, яғни үрей, бас ауруы және құсу сияқты сезімдер болады. Мұндай фобиясы бар адам есінен танып қалуы әбден мүмкін. Дұрыс дем ала алмай, тынысы тарылады. Шамадан тыс терлеп, эмоция күйзелісі салдарынан денесінде дақтар пайда болады. Трипофобияның емдеудің клиникалық тәжірибесі жоқ. Адам өзін-өзі тыныштандыру арқылы ғана психикасын реттей алады. Трипофобия сезімі меланхолик адамдар арасында жиі кездеседі. Олар өте нәзік әрі сезімтал келеді. Адам жиіркенішті сурет пен видеоны жиі көріп, оны жүрекке жақын қабылдауынан фобиясы асқынады. Содан денесі тітіркеніп, осындай сезімге душар болады. Қорқыныш адамның әлсіз тұсы. Ол өзімізді қорғауға арналған қалыпты әдіс. Ал фобия патология. Фобияны жеңу оңай емес, дейді ғалымдар. Мысалы, тышқанды көргенде кейбір адамның құйқасы шымырлап, денесі еркінен тыс тітіркенеді. Кеміргіштің тиіспейтінін білсе де, қатты қорқып, жайсыз сезініп тұрады. Трипофобияның эффекті де сондай. Мұндай фобиясы бар адам құжынаған ұсақ тесікті, кедір-бұдыр, ойық-жырықты көргенде, оның әсте қауіпсіз екенін естен шығарып алады. Психологтың айтуынша, қорқынышты өзін-өзі жүйелі сендіру арқылы жеңуге болады. Егер бұдан нәтиже болмаса, психотерапевтке көрінген абзал. Интернеттегі көптеген форумдарда трипофобияны өздігінен анықтаған мыңдаған адамдар өз тәжірибелерімен бөліседі. Ғылыми психология трипофобияны ауру ретінде әлі мойындаған жоқ. Ол сөздікте жоқ және жақында Википедияда да болған жоқ. Алайда Арнольд Уилкинс пен Эссекс университетінің ғалымдары Джефф Коул осы фобия туралы көбірек зерттеу жүргізуге бел буып, бірнеше тәжірибе жасады. Олардың бірінде олар кездейсоқ түсірілген 286 адамға бір қатар суреттерді көрсетті. Кескіндер арасында ірімшіктің саңылаулары кезектесіп орналасқан
және лотос тұқымдарының панелі әртүрлі табиғи ландшафттары бар тесіктерге толы болған. Қатысушылар суреттер қандай да бір ыңғайсыздық тудырғанын көрсетуі керек. Сауалнамаға қатысқан адамдардың шамамен 16% саңылаулары немесе геометриялық өрнектері бар суреттерді қарау кезінде белгілі бір жиіркеніш сезімдерін білдірсе, қалған 84% суреттердің ешқайсысына қараған кезде ерекше ештеңе сезбейтіндігін айтты. Уилкинс пен Коул суреттердің жағымсыз сезімдер тудырған сипаттамаларын талдап, олардың барлығында ортақ нәрсені тапты. Трипофобты суреттерді спектральды талдау орта кеңістіктегі жиіліктерде жоғары контрастты энергияны көрсетті. Бұл оларды қарауға таң қалдырды. Неліктен бұл суреттер басқаларға емес, белгілі бір адамдарға жағымсыз сезім тудыратыны әлі белгісіз. Бірақ ғалымдардың сенімділігі трипофобияның мәдени шығу тегі жоқ. Көп жағдайда трипофобияда травматикалық емес. Кейбір адамдар бұл триггерлер өз жұмысын жалғастыра береді. Сол себепті олар мазасыздықты сезінеді және белгілі бір заңдылықты байқағанда адреналин олардың қанына еніп кетеді. Енді сіздерде қандай сезім пайда болды? Және де сізде де трипофобия сезімі бар ма? Яғни фобия қорқынышы бар ма? Осы жөнінде комментарий жазып кетулеріңізге болады. Және бұл ақпарат сіздерге ұнады ма, әлде ұнамады ма?